Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департамент басшысы Шыңғыс Қабдолла бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлесіп қарым-қатынас жасай отырып, жемқорлықты алдын алу шаралары барысында бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Жалпы департаменттің атқарып жатқан жұмыстарына да тоқталды. Департамент басшысы бұқаралық ақпарат құралдарының ақпаратты жеткізудегі атқаратын рөлі зор екенін атап өтті. Сіздер тек қана экономика саясат саласында ғана емес, біздің әлеуметтік өміріміздегі барлық жағдайларға байланысты ақпарат тарататын, жастарды рухани тәрбиеге бағыттауда зор үлестеріңізді қосып жүрсіздер. Департамент басшысының айтуынша, әрбір 5-ші жемқорлық мемлекеттік сатып алу саласында тіркеледі екен. Жақында аталмыш сұрақпен айналысатын мекемеаралық жұмыс тобы құрылды. Кездесу барысында Шыңғыс Қайыпұлы журналистердің қызықтырған сұрақтарына жауап берді.